Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай кешкі асқа, осындай момосе деген тағам түрін ұсынамын. Осы тағамның ерекшелігі буда піскен осындай булочкаларымызды осындай тамағымыздың сорпасына салып жеген өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер. Ең алдымен бізге жылы суымызды, одан кейін ашытқымыз бен тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне ситадан өткізіп өлшеп дайындап алған ұндарымызды екі бөліп салып жұмсақ қамыр елеп аламыз. Егер ұндарын қолдарыңызға жабысып жатса, нанымыз үстіне кішкене ғана сұйық майды тамғызып, тағы да жақсылап елеп жібересіздер. Елеп алғаннан кейін оны бетіне салафанмен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Енді осындай еттерімізді ірі-ірі етіп, үлкен қып турап дайындаймыз. Одан кейін пияздарымызды жіңішкелеп тураймыз. Одан кейін видеодағыдай морковтарымызды турап дайындап аламыз. Енді сарымсақтарымызды да осылайынан ұсақтап турап дайындаймыз. Одан кейін картоптарымызды осы төртке бөліп, ірілеп тураймыз. Қызып тұрған майымызға еттерімізді жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін үстіне турап алған пияздарымызды, сарымсағымызды және сәбіздерімізді салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Одан кейін үстіне тұзымызды, қарабұршымызды, паприкамызды дәміне қарай салып, жақсылап қуырып аламыз. Әбден жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне бір ас қасық томатный пастамызды саламыз да, тағы да жақсылап қуырамыз. Қуырып болғаннан кейін үстіне турап дайындап алған картоптарымызды үстіне саламыз. Картоптың үстінен суды асырып құямыз және баяу отта пісіріп аламыз. Қамырымыз көтерілді, енді оны үстелдің үстіне қоямыз да қамырымызды бір илеп үшке бөлеміз. Қамырларымызды бөліп алғаннан кейін оны дөңгелектеп жинап қоямыз. Барлық қамырды дөңгелектеп жинап алғаннан кейін үстіне салафанмен жауып қоямыз, беті кеуіп кетпес үшін. Енді қамырымызды жаямыз, 20-30 қылдырып, жұқа 3 мм болу керек, шамамен соны жайып аламыз. Жайып болған қамырымыздың ортасына ертіп алған сары майымызды жағамыз, кисточкамыздың көмегімен. Одан кейін үстіне турап дайындап алған ұсақтап укроптарымызды сеуіп шығамыз. Егер балаларыңыз ұнатпайды десеңіздер, салмай қойсаңыздар болады. Енді дәл видеодағыдай қамырымызды бүктейміз. Басқа қамырларымызды жайып болғанша бөлек жерге қоя тұрамыз. Дәл видеодағыдай кесіп дайындап аламыз. Екі қамырды біріктіреміз, ортасына таяқшамызды қойып басамыз. Одан кейін кішкене ғана созамыз да қамырларымыздың ортасына осылай таяқшамызды салып, 2-3 орап жібереміз. Міне таяқшамен алып шығамыз, дайын болды. Енді түсінікті болу үшін тағы көрсетейін. Екі қамырды біріктіресіз, таяқшаның көмегімен басамыз. Одан кейін кішкене ғана созып, қамырымыздың ортасына таяқшамызды қайтадан салып, 2-3 орап шығамыз, дәл видеодағыдай. Міне асықпай тағы бір қарап шығыңыздар. Міне барлығын дайындап алғаннан кейін енді мандваркамыздың ыдысына майлап аламыз және булочкаларымызды дізіп салып шығамыз. Одан кейін еріген майымыз қалды, соны үстіне аздап қана жағып шығамыз, дәл видеодағыдай. Одан кейін 15-20 минутқа бөлме температурасында көтерілгенше қойып қоямыз. Одан кейін суымыздың үстіне 15-20 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің ыстық тағамымыз дайын болды. Ортасына ыстық тағамымызды саламыз, шеттеріне әдемілеп осы булочкаларымызды салып шығамыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Үй-ішілеріңізге, бала-шағаларыңызға осы ыстық тағам керемет ұнайтынына сенімдімін. Достар, менің YouTube каналымның алға дамуына өз үлестеріңізді қоса кетсеңіздер, ол үшін астыдағы подписаться кнопкасын басып және достарыңызбен бөлісе отырсаңыздар. Достар, егер сіздерге осы ыстық тағам түрі ұнап жатса, астыға комментарийға өз пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер. Мені тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.